Қазақ тілді контентті қолдап каналыма тіркеле кетіңіз. Теодор атты еркек қалада жұмысқа бара жолда терактінің құрбаны бола жаздады. 18 жастағы Диего атты жас жігітті өлтірген. Бұл планетаның соңы жас баласы еді. 18 жылдан бері бәр бала сүйе алмауда. Сол оқиға қала тұрғындарына әсер еткен. Теодор бастығынан сылтауратып, оқиға әсер етті деп сұранып кетеді. Жолда Теодор кетіп бара жатқан қоғамдық көлікке бәз біреулер тас атуда. Теодор Джаспер досымен кездеседі. Көлікте оның досы Джаспермен олар Британ билігінің белгісіз иммигранттарға қарсы күресінің нәтижесі болып табылатын бүгінгі терактіні талқылайды. Ер адамдар Джаспердің үйіне келді, ал оның әйелі сал ауруына шалдыққан, ал Джаспердің өзі заңсыз заттардың саудасымен айналысады. Достары адамзат баласы деп аталатын жоба туралы айта бастады. Оның бар екеніне көпшілік күмән келтіреді. Бұл адамдарды бедеулік індетінен арылтуды көздейтін өте құпия үкіметтік емес ұйым. Таңертең оянған Тео әдеттегідей жұмысқа кетті. Халық Диегоны жоқтап жатыр. Бір сәтте бетперде киген адамдар Теоны фургонға сүйреп апарып алып кетті. Олардың арасында Тео 20 жыл бойы көрмеген бұрынғы махаббаты Джулианды таниды. Джулия үкіметке иммигранттар үшін тең құқықтарды тануға тырысқан лаңкестік топтың жетекшісі ретінде іздестіріліп жатыр. Теоны көшеге шығарып, ол одан ағасының көмегімен бір қызға шекарадан шығып бара жатқанда бақылау өткізу пункттерін кесіп өту үшін транзиттік құжаттарды алуды сұрады. Бірақ Тео бұған қатысқысы келмеді. Теоны қайтар жолда әлі де ойланып көр деп қорқытады. Осы жағдайды көргенін, не болғанын ешкімге айтпауын айтып оны қалдырады. Көшелерде белсенді діни митингілер өтіп жатыр. Көптеген адамдар Құдайдың адамзатты осылай жазалап жатқанына сенімді, өйткені бедеуліктен басқа жер бетінде бірқатар экологиялық апаттар болды. Тео ағасы Найджелге келіп, қызбен кездесіп жүрмін жеп өтірік айта. Олар шетелге кету керек. Ол ағасынан транзиттік құжаттарды рәсімдеуді өтінді. Ал Джон көмектесуге тырысатынын айтты. Барда Теоға қыздың барлық жеке деректерін берді. Өйткені транзиттік құжаттар екі адамға жасалғандықтан Тео жақын арада бейтаныс қызбен бірге баруы керек. Джулиана мен Тео бірінші бақылау бекетіне әкелінді. Олардан басқа Люк есімді жүргізуші болды. Көлікте Ки есімді қыз болды. Жолда оларды рецидивистер ұстап алды. Оқтың бірі Джулианға тура тиіп, ол бірден қайтыс болды. Артарынан полиция қуып жетті. Бірақ қолында мылтығы бар Лука екі офицерден құтылды. Джулияның денесін орманда қалдыруға тура келді. Оны жанындағы екі әйел жерлеу рәсімінің ырымын жасады. Тео болса жалғыз махаббатынан айырылып қалғанына қатты өкінеді. Олар бір шаруашылыққа келіп жетеді. Люктің айтуынша бұл жер қауіпсіз. Жақын арада барлық ұйымдар осы жерге жиналады. Енді главарлары өлді. Енді оның орнына жаңа главар сайлау керек. Бағана өзімен бірге келген Ки есімді әйел өзін Джулия сағанған сенуді тапсырған. Мені кемеге дейін аман есен жеткізіп сал деп өтінеді. Бірақ осындай жағдайлардан кейін Теоның желаниясы жоқ. Ол әйел өзін екі қабат екенін көрсетті. Тео болса шокта тұр. Жаңалықтардан террористік ұйымға іздеу жариялаған. Барлық клуб мүшелері ары қарайғы әрекеттерін айтып дауласуда. Тео да осылармен бірге болады. Ол болса қоғам екі қабат әйел туралы бәрі білу керек дейді. Бұл өмірге бала болмағанына 18 жыл болған. Ки адамзат жобасына жетуге ниетті. Бірақ Люк оған әзірше осында қалғаны жақсы деп санайды. Содан кейін босанғаннан кейін сол жаққа барған жөн. Сәбимен бірге. Түнде Тео терезеден төменгі қабатта бірдеңе болып жатқанын көрді. Джулианнан құтылған адамдар Люкке келді. Бірақ олардың бірінде болғаны белгілі болды. Люктің адамдары және Люк Киді ұрлап кетуге келген. Тео тез арада Киге барып барлық жағдайды айтады. Олар Мериам үшеуі қашуға әрекеттеніп жатады. Сайтан алғыр көліктері от алмай, оны итеруге тура келеді. Оларды байқап қалады. Ол көлікті итеріп бара жатқанда, оларды Людің адамдары қуып жетіп ата алмайды. Өйткені ішінде Ки бар. Олар Джасперге келді. Джаспер екі қабат әйелді көріп кіршасы кетеді. Ол қуана қарсы алып оларға ас әзірлейді. Ки болса қазір жүктілігі 8-ші айда екенін және әкесі кім екенін анығырақ білмейді. Болашақ баласын Фроли атағыса келетінін айтады.
Джаспер кемеде жетудің жолын ойлап тапты. Ол өзі білетін шекарашы Сидпен келісім жасады. Ол оларды тұтқындардың атын жамылып тасымалдайды. Джаспер Сидпен қалай кездесу керектігін айтып оларды шығарып салады. Ол әйелінен кете алмайды. Біраздан соң Тио Люктің адамдары келіп қалай өлтіргенін сырттарынан көреді. Ары қарай жүруден басқа амал қалмады. Келіскен жерге жеткенде Мэриам бұрын акушерка болып жұмыс жасағанын айтады. Басында әйел адамдар түсік тастап, кейіннен олар тіптен 2 қабат бола алмаған. Келіскен жерлеріне Сид келеді. Оның көлігіне отырып Ки өзін жайсыз сезіне бастайды. Олар келісімен өздері цыган әйел Зараны тауып алулары керек. Ол әйел бұл адамдарға қонатын жер тауып береді. Таңа атысымен кім кемеге отырып кете алады. Тио, Мэриам, Ки үшеуін басқа тұтқындармен автобусқа отырып кетеді. Ки іші ауыра бастады, сосын суы кетті. Аялдамада күзетшілер кіріп, өте дөрекі болды. Олар Мэриамды автобустан шығарып, оны басқа тұтқындар тобымен бірге жібереді. Ендігі қорғанышы тек Тио, осылайша Ки тыныштанды. Аз уақыттан кейін оларды нағыз қаңғыбастардың ортасына әкелді, бірақ олар ағылшын тілінде әрең сөйлейтін Зараны тауып алды. Ол оларға бөлме берді. Тио өздігінен Киді босандырып алады. Алғаш 18 жылдан кейін алғаш рет дүниеге қыз бала келді. Екеуі бақытты. Таңертең олардың артынан Сид келіп, қаладағы терактілер туралы хабарлады. Қалада дайындық жүріп жатыр. Сид баланы көргенде шошып кетті. Ол барлық жаңалықтарда Тио мен Кидің суреттері көрсетілгенін айтып, мылтығын алды. Олар үшін үлкен сыйлық жарияланды. Тио Сидті итеріп жіберді. Оны пайдаланып Тио және Зара екеуі жабылып жүріп Сидті талдырады. Олар Сидтен қашады, бірақ ол оқ атудың тоқтатпай артатына түсіп алған. Ол Тионы көздеді және соңғысы солдаттың басына бетонның бір бөлігін ұруға мәжбүр болды. Оларға тез арада қайық табу керек. Зара Тио мен Киді жаңа туған қыздарымен бірге алып кетті. Ол оларды баспанамен қамтамасыз етті және өте риза болды. Олар үйде болғанда бір еркек келіп, жақын арада қайықтың келетінін айтты. Алайда теңізге барар жолда Лука пен оның адамдары келіп жетті. Бүлік басталып, террористер Ки мен нәрестені алып кетті. Көп ұзамай атыс болды. Тио мен Зара атысты пайдаланып қашып үлгереді. Зараны қауіпсіз жерге қалдырып, Тио ары қарай өзі кетеді. Бір жерден екінші жерге қысқа жүгіріспен жүріп автобусқа тығылды. Оның ішінде басқа адамдар да жасырынған. Көшеде барлық жерде атыс болды және Тио мүмкіндігінше тығылды. Бір сәтте ғимаратта жарылыс болды. Көптеген жараланғандар болды және оларға ешқандай жолмен көмектесу мүмкін болмады. Кенет ол нәрестенің жылағанын естіп, дыбыстың соңынан еріп, Киді нәрестемен бірге тапты. Лук жібере алмады, өйткені оларға бұл бала керек еді. Әйтпесе иммигранттар Лукты ығыстырып қорлайды. Ол Тионы жарақаттайды. Баланың жылап жатқан дауысын адамдар естіп, бұл кереметті көру үшін жасырынған жерлерінен шыға бастады. Рецидивистер мен жауынгерлер барлығы қаруларын түсіріп оларға кедергі жасамайды. Олар адамзат әлі жойылмағанын көреді. Далада тағы да оқ жаудыра бастады, тағы жарылыс болды. Зара Тио мен Киді өзімен қайыққа алып барады. Тио оған өздерімен бірге кетуді ұсынады. Бірақ ол бас тартты. Олар қайықпен кете барды. Енді күту ғана қалды. Тионың жарасы асқынып, ол Киден ешқашан берілмеуді өтінді. Солайша ол жан тапсырды. Бұл фильм ұнаса лайк баса кетіңіз.